Британдық танымал әнші Сиви Махмуди карантин шараларын қайтадан күшейтуді талап етті. Өнер иесі соңғы уақытта коронавирус жұқтырып жатқан адамдармен қауіпті індеттен орын алған өлімдер саны күрт өсіп кеткеніне алаңдаулы. Ол мәселені дер кезінде шешу керек екенін алға тартты. Сиви Махмуди бұл жайсыз жағдайға ел азаматы әрі 3 баланың анасы ретінде аса қатты уайымдайтынын айтты. Әнші Instagram парақшасында карантин кезінде тапшылық көрген бизнес иелеріне қатысты пікір білдірді. Ол кәсіпкерлерге сауданы уақытша қоя тұрып, амандықты ойлауға шақырды. Байқайсыз ба? Ірі сауда орталықтары, қоғамдық тамақтану орындары ашылғалы науқастар саны күрт өсті. Ең өкініштісі, өлім көбейіп барады. Ел ертеңі үшін алаңдаймын. Ана ретінде балапандарымыздың ауырмағандарын қалаймын. Түсінемін. Табыс көзі, әлеуметтің әлеуметі сауда болып тұр. Бірақ амандығымыздан артығы жоқ. Дүние қуып жеткізбейді. Ал жақындарымыздан айырылып қалсақ, орны толмас қаза болады. Үндеу жолдаймыз. Карантин күшейтілсін, тазалық, тәртіп сақталсын, басымыз аман болсын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңіз маңызды, деп өз ойымен бөлісті Сиви Махмуди.